Yine cins açan süreyle. Salmasına hükümette komisyon şöyle bugün 2026 yılın 13 Mağusunu Жер комиссиясының кезекті отырысы өтеді. Күн тәртібінде құрылыс жұмысын шығарылады. Олар болса келесі комиссия отырысын жүргізу үшін Қазалы ауданы ауыл шаруашылығы жер қатынастары бөлімінің жер секторы меңгерушісі Мереке Дәуренбекұлына сөз беріледі. Құрметті комиссия мүшелері, бүгінгі қаралатын құрылыс өтініші шетінен танысуға мақсат етілді. Бірінші, Әбілдаева өзара тармағына Әйтеуір кенті Промзона көшесі 114 мекенжайда теміржол тұйығы және қойма үшін табысталған жалпы көлемі 18.431 шаршы метрге қосымша 4.700 шаршы метр жер болуы керек. Жалпы көлемі 13.131 шаршы метр. Екінші, Клеркова алтын Кенжеұлына Әйтеуір кенті Жетеспе көшесі нөмір 77 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 600 шаршы метр жеріне 308 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Жалпы көлемі 908 шаршы метр. Үшінші, Қартабай Руслан Болатбаевич Әйтеуір кенті Райымбек Батыр көшесі нөмір 26 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 600 шаршы метр жеріне 104 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Пайдаланылған жерлер ғой. Төртінші, Қаниева Бибінұр Сәдірбеківна Әйтеуір кенті Жалпақбай Нұрмағамбет көшесі нөмір 12 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 118 шаршы метр жеріне 282 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Бесінші, Мырзаева Гүлнар Исенбаевна Әйтеуір кенті Жанқожа Батыр 3 километр көшесі нөмір 640 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 118 шаршы метр жеріне 482 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Алтыншы, Утарбаева Айгүл Қаргеновна Әйтеуір кенті Мұстафа Шоқай көшесі нөмір 74 мекенжайда дүкен үшін табысталған 294 шаршы метр жеріне 27 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Жалпы көлемі 320 шаршы метр. Бұны запчасты ма? Запчасты ғой. Бұны жүрген жер ма? Жоқ, соның қасында. Бұны соның қасында көршісі ма? Сарайдан ашып тұр. Сарайдан шы. Жер бар ма? Жетінші, Құрманәлі Бақытбек Қоғамұлы Әйтеуір кенті Нәби Жәнібек көшесі 39 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 501 шаршы метр жерге 239 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Жалпы көлемі 740 шаршы метр. Сегізінші, Смайылова Күлән Күлпулайымына Әйтеуір кенті Әйтеуір көшесі нөмір 17 Б мекенжайдағы кәсіпкерлік мақсаттағы 138 шаршы метр жеріне 13 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Жалпы көлемі 145 шаршы метр. Тоғызыншы, Иманов Қожабай Абылкиевич Әйтеуір кенті Дәстен Оразбек көшесі нөмір 9 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 800 шаршы метр жеріне қосымша 800 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Жалпы көлемі 16 шаршы метр. 170 мектепке қарамағасын бұрыннан пайдаланып жатқан жер. Қожабай дегенсіз ғой, бұрыннан қалай пайдаланып жер ғой өзі. 170 қарамағасын. Қалай тұрған жер? Сіз ол жақта. Қожабай дегенсіз. Өзінің жері ғой. Сақалдар, баяғыда жұмыс істеп. 10-шы, Шәрімбетова Жамал Әжімұратовна Басқара ауылы Қарлыға Әжімұрат көшесі нөмір 10 Б мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 500 шаршы метр жеріне қосымша 500 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. Өзінің пайдаланған жері. 11-ші, Жұмағұл Бақтияр Басқара ауылы Ақжар Өтемұрат көшесі нөмір 33 мекенжайда тұрғын үйдің бұрынғы 1000 шаршы метр жеріне қосымша 1000 шаршы метр жер қосып беруді сұрайды. 12-ші, Тәжиев Бақытбек Дилханович
3-ші Баймахан Ақылбек Аймұрзаевич Майдагүл ауылы Жалпақ бөлімшесі нөмір 19 мекенжайда тұрғын үйінің бұрынғы 700 шаршы метр жеріне 800 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Жалпы көлемі 1500 шаршы метр. 14-ші Қапат Дауылбай Бақиұлы Бекарыстан-би ауылы Зияда Қалиев көшесі нөмірі 3-ші мекенжайда тұрғын үйінің бұрынғы 1000 шаршы метр жеріне қосымша 800 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Жигалка ойланса, заңдастырылады ғой бәрі. Жақсы. 15-ші Мырзалы Шаттық Қуантайұлы Қожабақы ауылы Әлімжан Махамбетиярұлы көшесі нөмірі 10-ші мекенжайда тұрғын үйінің бұрынғы 1300 шаршы метр жеріне 900 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Бұл да өзінің пайдаланып отқан жері. 16-ші Оразалиев Жеңіс Қағбергенович Әйтеуір кенті Жармеде Ысқақов көшесі нөмірі 37-ші мекенжайда тұрғын үйінің жер көлемін анықтап беріп сұрайды. Анықтау барысында 391 шаршы метр болып нақтыланып отыр. Бұл жағына орталықта тұрады. Көп пәтер. 17-ші Әділбекова Айсұлу Ерболқызы Әйтеуір кенті 5-ші квартал нөмірі 624-10 мекенжайда тұрғын үйінің жер көлемін анықтап беріп сұрайды. Анықтау барысында 460 шаршы метр болып нақтыланып отыр. 18-ші Байсанова Көкбараш Әйтеуір кенті Жамбыл Жабады 3 км көшесі нөмірі 638А мекенжайда тұрғын үйінің жер көлемін анықтап беріп сұрайды. Анықтау барысында 118 шаршы метр болып нақтыланып отыр. 19-ші Измагамбетова Эльмира Сагиевна Әйтеуір кенті Әйтеуір көшесі нөмірі 17Б мекенжайдағы кәсіпкер мақсаттағы жерін нақтылап беріп сұрайды. Нақтылау барысында 138 шаршы метр болып нақтыланып отыр. 20-ші Итегул Бектібай Жұмабаевич Ақсуат ауылы Тәуелсіздіктің 25 жылдығы көшесі нөмірі 22-ші мекенжайда тұрғын үйінің жер көлемін анықтап беріп сұрайды. Анықтау барысында 896 шаршы метр болып нақтыланып отыр. 21-ші Кирай Абылайхан Алдайбергенович Саргөл ауылы округы Дабыл учаскесінен бақша шаруашылығын жүргізу үшін 10 000 шаршы метр жер учаскесін бөліп беріп сұрайды. 1 гектар жер болып. 22-ші Бердімұрат Асылхан Дабылович Саргөл ауылы округы Дабыл учаскесінен бақша шаруашылығын жүргізу үшін жалпы көлемі 10 000 шаршы метр жер учаскесін бөліп беріп сұрайды. 23-ші Айжан Батыр Айнадинович Аранды ауылы округы Төлеутан учаскесінен бау-бақша шаруашылығын жүргізу үшін 10 000 шаршы метр жер бөліп сұрайды. 24-ші Бөлекбай Ануарбек Мұстафаұлы Қазалы қаласының батыс беткейіндегі Ертерек каналының бойынан бақша шаруашылығын жүргізу үшін 10 000 шаршы метр жер бөліп сұрайды. 25-ші Бөлекбай Алтынбек Әділбекович Қазалы қаласының батыс беткейінен Ертерек каналының бойынан бақша шаруашылығын жүргізу үшін 10 000 шаршы метр жер бөліп сұрайды. 26-ші Русан Кулс жауапкершілігі серіктестігі Саргөл ауылы округы аумағынан шөп шабу үшін жалпы көлемі 6260 гектар жерін бөліп беріп сұрайды. Руслан Кулс отқаны осы неге Саргөл ауылы округіне 5 000 бас қоя келді. Кеше келіватқан инвестор ма? 5 000 бас қоя Инвестор келді. Алматыда. Сол 5 000 бас әкелді ма? бұл тағы 6200 20 мыңға дейін жер береді. Ертең осы істеген деген Халықтың кездесі сол технологиясы жүргізген ғой, арада жерін Ауылдың адамына ауылдық болғанда сол Алматының адамы негізі осы неден шыққан, арадан шыққан. Осы бір адам бар, 7 көшкен де бұл, 7 көшкен. Әрден зәйтке? Ол зәйтке деген. Қой шетелден келді. Допер деген паролда. Негізі болды, 7 болса, Жоқ, әкелген. Ноғасы Сотқа деп отырған. Оған байланысты ауыл қоғамдасына кесіп берді. Yes,
жиырма жетінші қазақстан темір жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы майбас ауылы аумағынан 5-10 киловатт әуе электр желісі және бағаналар үшін 175 шаршы метр жер бөліп сұрайды. 28-ші қазақстан темір жол жиырма тоғызыншы Харын Гүлдір Ақбасқызы әйтеке көшесі нөмір 95-ші бір мекенжайдағы бұрынғы жер көлемі 408 шаршы метр жерге 110 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Алайда сұраулы жері көше қызылсыздығынан асты, сол себепті Бұған байланысты недегі бірімтін келісіндағы недер ғимарат қой, шерик асфальттың ғимарат болған, сол баспалдар шығып кеткен, біз қыштырап салғызамыз, инспекцияны. Мен соны оғай түсетін, мұзыр ойын. 30-шы Жақсыбаева Динара Олжабайқызы әйтеке 5-ші Қуатын 215 мекенжайдағы бұрынғы 712 шаршы метр жерге қосымша 688 шаршы метр жер қосып берсе, зерттеу барысында ауызсу құбыры өткізілді. Сол себепті басқа болатын болды. Нешінші? 30-шы. 31-ші Қазақстан мұсылман діни басқармасы әйтеке Жанқожа Нұрмұхамедұлы көшесі нөмір 89 мекенжайдағы бұрынғы 3264 шаршы метр жерге 330 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Алайда сұраулы тұрған жер учаскесі көршілес жер учаскесі қалада қауіпі бар. Сол себепті бастап болады. 32-ші Искак Марат Жанарсанович әйтеке 4-ші квартал нөмір 67 мекенжайдағы тұрғын үйдің бұрынғы 800 шаршы метр жеріне қосымша 800 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Алайда кезектілікте тұрған азаматтарға беруге жатады деп құқық беруін бастап болады. 33-ші Төлеубек Амантай Құлыбайұлы әйтеке 5-ші квартал нөмір 128 мекенжайдағы бұрынғы 1000 шаршы метр жерінен 170 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Зерттеу барысында сұраулы жер учаскесі кезектілікте тұрған азаматтарға беруге жатады деп құқық бастап болады. 34-ші Сүлеймен Нұрғота Анабекович әйтеке 5-ші квартал мереке 33-ші 170 шаршы метр жер келесі адамға беріледі деп солай болған ба? Жерде қандай мәселе ғой. Ана неге байланысты кеше біз сұрау кеткен жерді анықтадық қой. Сөйтіп те қасында көшіріп сол жерді қосып алсын дейді ғой. Бұл жерде бар суы бәрі. Содан басқа да жер бар ғой? Соны айтып отырмын. Жақсы. 35-ші Тілеуғабыл Адылғазы Махамбеталиевич әйтеке Төлеген Айберген көшесі нөмір 18 мекенжайдағы бұрынғы 60 шаршы метр жерге 30 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Сұрап отырған жер көше қызылсыздығынан асып тұр, сол себепті басқа болсын болды. 36-ші Оңдабай Жасқалап Жақсылкович Үйрек көшесінен 250 шаршы метр жерден қосымша 2500 шаршы метр жер учаскесі анықтап беріп сұрайды. Алайда сұрап отырған жері жер кодексінің 20-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес жеке меншікке тегін берілгеннен кейін барып жер учаскесі игерілгеннен кейін барып оған тура жатады деп тұжырымға келген отырмыз. Сол себепті бастап кеше бұл жердегі мәселе үйрек елді мекеннен жаңағы тұрғын үйді жер алып орнақ істеп отыр ғой. Соған қосымша жер сұрап тұр. Бірақ жер әлі әлемде жеке көпті дейді. Бізде кодексте жекеге ауысқаннан кейін игерген бар болады. Жобасы пенсия. 37-ші Көкелек Орынбасар Бақбергенович әйтеке Жанқожа Нұрмұхамедұлы көшесі нөмір 114 мекенжайдағы бұрынғы 200 шаршы метр жеріне 200 шаршы метр жер қосып
жері Қорқыт атындағы өнер мектебінің ортақ пайдалануында автотұрақ екендігі анықталып отыр. Сол себепті бер жағында Музыка гимназиясы. Иә, одан кейін жалпы өткенде. сол иесі арсыз Арзы ана ата-аналар. иә ата-аналар Қазір қайсы музыкальный робот шешім шығартып қойған сияқты еді ғой. жоқ келтіру сұрау керек тұр абаттандыру керек. Вообще ана өз мектебіне автотұрақ үшін деп жалпы соны былай қою керек. Мемлекеттік мекеме ғой ол да. ол байшақ солай Нет. Автотұрақ болу керек қой. Олар бізге қойып это общий пользование. Бізге қойды оны. Жақсы келесі. 32-ші Утек Нұрлан Мейрамбекович Әйтек кенті Ыбырай Жағай көшесінің нөмірі 3 бөлмекен жайдағы бұрынғы 1400 шаршы метр жерге қосымша 1100 шаршы метр жер қосып берілсе, сұрап отырған жер кесіліп тұрған азаматтарға тапсырылды. Сол себепті беруді бастап осыны. 39-ші Сырымбет Серік Әйтек кенті Мүсірәлі Қожа көшесі нөмірі 8-а мекен жайдағы бұрынғы 500 шаршы метр жеріне қосымша 350 шаршы метр жер сұрайды. Сұрап отырған жер электр желісі өтіп жатыр. Сол себепті құқықтарына бастап ұсынып отыр. 40-шы Ахмет Руслан Алпысбаевич Әйтек кенті 6 квартал нөмір 35-ші мекен жайдағы бұрынғы 1000 шаршы метр жеріне қосымша 423 шаршы метр жер қосып беріп сұрап отыр. Зерттеу барысында көршілес учаскенің қабаттасу қаупі бар. Сол себепті құқық беруге бастап ұсынып отыр. 41-ші Дайбек Серік Әйтек кенті Досманбет көшесі нөмірі 7-ші мекен жайдағы бұрынғы 931 шаршы метр жеріне қосымша 118 шаршы метр жер қосып берілсе, сұрап отырған жері көшенің ортақ пайдалануында орналасқан көше деп есептеп беруге бастап ұсынып отыр. иә өтетін кезінде халыққа үш кетеді бірақ сол жауап өзі Мына Бостандық көшесін жауап берді ғой дейді. Бірақ төрт үй бар да ол жақта. Төрт көшенің келісімімен өздері бөліп алды. Өйткені адам мусорлар не істейді, адамдар отырады, тешін алады деп. Енді бұлар да сөйтіп төрт жердегі бәтек сол көшелер келіп, адамдар бөліп алған десе сол кезде қарасып. 42-ші Бөлікбаев Әділбек Әйтек кенті Желтоқсан көшесі нөмірі 160 мекен жайдағы бұрынғы 798 шаршы метр жеріне 86 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Алайда Қазалы электр торабына қарасты ескі трансформатор қондырғысы орналасқан сұрап отырған жерде. Сол себепті 43-ші Аспанова Айнұр Құдайбергенова Әйтек кенті 2-ші квартал нөмірі 275 мекен жайда тұрғын бұрынғы 1000 шаршы метр жеріне қосымша 500 шаршы метр жер қосып беріп сұрайды. Зерттеу барысында Әйтек кентін біріктірген бас жоспарында балабақша үшін белгіленген жерді жатыр. Сол себепті бөлімнің бастап ақша дивизияны қойып балақша балар жүріп қапталында осы көші ғой навис бар еді. осының барлығы таныстырылды. Пікірлерін